Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен TikTokта, Instagramда хит болып жатқан қойдың басын пісіретін боламыз. Қойдың басын қайнатылып пісірілген кезде көп адам ұната бермейді, ал осылай маринадталып пісірілген кезде сөзсіз сіздерге ұнайды. Ең бірінші бізге осылай тазаланып жуылған, тісі қағылған қойдың басын аламыз. Содан кейін соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге қызып тұрған сұйық май қажет, және де оған 1 шай қасық тұз саламыз. Майымыздың үстіне үкіштен өткізілген сарымсағымызды және сельдерей саламыз. Сосын дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр және кез келген приправа қоссаңыздар болады. Енді осылардың үстіне чим-чим соусы, 1 ас қасық соус терияки және 1 ас қасық соя тұздығын құямыз. Дайын болған соусты жақсылап араластырып, қойдың басына толықтай жағып шығамыз. Және де 2 сағатқа мариновкаға қалдырамыз. 2 сағат өткеннен кейін басты арнайы пакетке салып, 200 градус пеште пісіріп аламыз. Қойдың басы 3 сағатта өзінің сөліне өзі толықтай пісіп шығады. Видеода көрсетілгендей еті өте жұмсақ болып шығады. Достар, сіздер де осылай басты үйде маринадтап пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Суға піскен кезде құйғаның дәмі шығып тұрса, бұл жерде мүлдем білінбейді. Және де достар, менің видеома лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.